Сәлеметсіздер ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің танымдық онлайн конференцияның тақырыбы ДНК молекуласының адам өміріндегі маңызы. Конференцияның мақсаты білім алушыларға ДНК молекуласының адам өміріндегі маңыздылығын және атқаратын қызметтерін түсіндіру, ДНК молекуласына толық сипаттама беру. Конференцияның міндеті ДНК молекуласы туралы түсінік беру, ДНК молекуласының пішінін анықтау және ДНК молекуласының тізбектеліп орналасуын түсіндіру. Дезоксирибонуклеин қышқылы тірі организмдердегі генетикалық ақпараттың ұрпақтан ұрпаққа берілуін, сақталуын, дамуы мен қызметін қамтамасыз етуіне жауапты нуклеин қышқылының екі түрінің бірі болып саналады. Тіршілікке қажетті барлық ақпарат ДНК деп аталатын мына молекулаларда жасырынған. Ол хромосома деп аталатын тығыз құрылымдарға топталып, әр жасушамыздың ядросында сақталады. Әрбір тірі жанды ерекше қылатын осы ДНК болып саналады. Ол біздің дене бітіміміз бен тұлғалық ерекшеліктерімізді және ата-анамыздан берілетін барлық белгілерді ұрпақтан ұрпаққа беріп сақтап отырады. ДНК қызметі жасушаларға ерекше протеин өндіруге нұсқау беру, оған қоса ДНК өзін-өзі көбейтіп отырады. ДНК спиралінің ішінде 4 молекула орналасқан. Олар аденин, тимин, цитозин және гуанин деп аталады. ДНК тірі организмдегі тұқым қуалайтын ақпаратты сақтай отырып, оны келесі ұрпақтарға жеткізетін күрделі құрылысты молекула. ДНК-ның ашылуы бұл Фридрих Мишердің есімімен тікелей байланысты. ДНК-ның негізгі құрылымдық бірлігі 3 бөліктен құралған нуклеотид. Бірінші бөлігі дезоксирибоза, екіншісі пуриндік негіздер аденин мен гуанин және пиримидік негіздер тимин мен цитозин, үшіншісі фосфор қышқылының қалдығы. ДНК-ның пішіні бұл молекуладағы нуклеотидті құрамына және иондардың концентрациясына байланысты ДНК қос оралмалы болып орналасады. ДНК молекуласының бұзылуы. ДНК әртүрлі мутагендердің әсерінен бұзылуы мүмкін. Ондай мутагендерге тотықтырушы және алкилдеуші заттар, жоғарғы электр қуаты, электромагнитті радиация, ультракүлгін және рентген сәулелері жатады. Сондай-ақ ДНК молекуласының бұзылуына бізде алкогольді заттар, сонымен қатар темекі, басқа да зиянды заттар ДНК молекуласының бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Сондықтан да зиянды нәрселерге тәуелді болудан сақтануымыз қажет. Құрметті білім алушылар, енді сіздерге беретін тапсырмам, менің осы берген ақпараттарымды негізге ала отырып, өз беттеріңше қосымша ДНК молекуласы туралы ақпараттармен танысып, оны маған қайта видео арқылы жолдауларың қажет. ДНК дезоксирибонуклеин қышқылы. Бұл біздің генетикалық мәліметтеріміздің жол серігі және барлық ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады. Ағзамыздың қан жасушасынан өзге барлық жасушасы біздің ДНК-ның көшірмесіне ие. Адам баласы ұрықтану кезінде әкесі мен анасынан ДНК-ны алады. Біздің әрқайсымызда 46 хромосома бар. Ал 23-ші хромосома бұл жыныстық хромосома. ДНК 4 негіздемеден тұрады: аденин, цитозин, тимин және гуанин. ДНК-ның әрбір молекуласы қосылған және өрілген екі тізбектен тұрады. 1953 жылғы ғалымдар Уотсон мен Крейг және Уилкинстің қатысуымен ДНК молекуласының құрылысын ашты. 1962 жылы олар ашқан жаңалықтарымен Нобель сыйлығын алды. ДНК кез келген тірі организмде болатын химиялық зат. ДНК молекуласы өзгеруі мүмкін. Мұндай өзгерістер мутация деп аталады. Егер ДНК молекуласы өзгерсе, тұқым қуалаушылық қасиеті де өзгереді. ДНК-ның химиялық зат және ол генетикалық ақпараттарды беруші және сақтаушы болып табылады. ДНК-ның екі еселенуі. Жасуша бөлінер алдында
ДНК-ның 2 еселенеді, яғни жаңа жасушадағы генетикалық ақпарат ескімен бірдей болады. Қос тізбектегі негіздер бірдей болғандықтан, кез келген жұп өзінің қарсы жағының қалыптасуына ақпарат береді. Мысалы, бір тізбек А, Т, А, Т, Ц, А болса, онда оның қарсысында Т, А, Т, Ц, Г, Т. Олар нуклеоидтер комплементтік негізіне сәйкес келеді. ДНК-ның 2 еселенуінің жолын 1953 жылы Мейселсон мен Сталь дәлелдеді. Аденин мен тимин 2 сутектік байланыспен, ал гуанин мен цитозин 3 сутектік байланыс арқылы қосылыс түзеді. ДНК-ның молекуласы шиыршық, яғни оралма болып оралған. Оның негіздері шиыршыққа тік бұрышпен орналасады. Оның ең алғаш Франклин түсірген. ДНК-ның қос спиралінің құрылымын 1953 жылы Фрэнсис Крик пен Джеймс Уотсон ұсынды. Олар модельді Морис Уилкинсон мен Розалинд Франклиннің рентген құрылымды деректеріне және де Чаргафф ережесіне сүйене отырып құрап шығарған. Чаргафф анықтаған ДНК-ның барлық молекуласындағы адениннің саны тиминдікімен бірдей, ал цитозиндікі гуаниндікімен тең. Жасушалар бөлінген кезде осындай бірегей тізбек құрылымының айна қатесіз көшірілуі үшін аденин, тимин, цитозин, гуанин негіздері өзара ерекше байланыста болады. Мәселен, аденин әрқашан тиминмен, ал цитозин әрдайым гуанинмен жұп құрайды. Бүгінгі биология пәнінен өткізілген танымдық онлайн конференцияда ДНК молекуласының адам өміріндегі маңызы жайлы көптеген ақпарат алдық.